Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Python тілінде программалау бөлімінің екінші тақырыбы тіл әліпбиі синтаксис. Бүгінгі сабақта үйренеміз тіл әліпбиі синтаксисті және Python тілінде сызықтық алгоритмдерді жазуды. Сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Python тілінің әліпбиі латын тілінің бас әріптерінен, латын әліпбиінің кіші әріптерінен, сандардан және арнайы белгілерден тұрады. Тіл әліпбиі дегеніміз программаның элементтерін құруда қолданылатын символдар жиынтығы болып табылады. Python бағдарламалау тілінде әр жолдан кейін нүктелі үтір қою қажеті жоқ. Мысалға, print 5 қосылған 8 көбейтілген 2 жақша түрінде қалады, бірақ нүктелі үтір болмайды. Python бағдарламасында операторлық жақшалар қолданылмайды. Программалау тілінің синтаксисі программа жазу барысында сақталу қажет тіл ережелері болып табылады. Транслятор дегеніміз, мысалы, белгілі бір программалау тілінде, мысалға Python тілінде жазылған программалық кодты машиналық тілге айналдыратын программа болып табылады. Көз символы программаға түсініктеме жазуда қолданылады. Мысалға, бізде print A қосылған B көбейтілген 2 деген жолға түсініктеме жазатын болса, бұл экранда қосынды мен көбейтіндіні шығарады дейміз. Және де торкөз арқылы жазылған түсініктеме трансляторда аударылмайды. Айнымалылар дегеніміз программаның орындалу барысында әртүрлі мәндерді қабылдай алатын шамалар болып табылады. Айнымалы құру үшін ең алдымен оның атауы болу керек. Мысалға, А айнымалысы. Және де айнымалы атаулары тек әріптерден, астыңғы сызық және сандардан ғана тұрады. Мысалы, A1 нижний правил сан. Айнымалының мәні сандар, әріптер, сөздер, символдар, объектілер бола алады. Мысалы, A1 нижний сан айнымалысының мәні сөз, яғни hello 6 сынып, ал A айнымалысының мәні 1, яғни санға тең. Оқушылар, енді біз int, яғни бүтін сан, және де input деректер енгізу командасын және print шығару командаларын қолдану арқылы Python бағдарламалау тілінде сызықтық алгоритмді қолдану арқылы есеп шығаратын боламыз. Бағдарламалау тілін ашамыз және де жаңа папка құрамыз. Бағдарлама құруды бастаймыз. Біріншіден торкөз арқылы шығару керек есептің берілгенін жазып қояйық. Және B сандары айнымалы, яғни оның мәні кез келген сөз, сан, символ болуы мүмкін. Кез келген сан болған жағдайда екі айнымалының қосындысын есептеу керек. Онда бізде A тең болады. Бізде кез келген символды сөзді енгізу үшін input сөзі жазылады. Input сөзінен кейін екі жақша қойылады. Және ішіне бізге керекті жазамыз. Мысалға, біз жазуымыз керек аны енгіз. Яғни біз не жазып тұрмыз? Біз сөз жазып тұрмыз. Сөз жазылған кезде жоғарыда айтып өткендей апостроф немесе тырнақша қолданылады. Санды енгіз. А және латын алфавитінде жазылу керек. А санын енгіз. Апострофты міндетті түрде жабамыз. Енді қараңыздар, бізде тек мына жерде сөзді енгізу керек екен айтылған, бірақ сан енгізу керек екені қалай жазылады? Ол үшін input'тың алдына бір жақша және бұл бізде сан болғандықтан оның алдына int деп жазамыз, яғни бүтін сан. Integer, бүтін сан. Одан кейін әр жолдан кейін бізде тағы еске салатын нүктелі үтір қойылмайды. Келесі, B санын енгізу. B санында бізде сан болғандықтан int, жақша ашамыз, input. Input'тың ішіне апостроф арқылы B санын енгіз деп жазамыз. Шығару бізде print деп аталынады. Print жақшаның ішіне
Және бізде шығаруда жоғарыда айтып өткендей, егер сөз жазатын болсақ, оны міндетті түрде апострофтың немесе тырнақшаның ішіне саламыз. Мысалға, мен жазайын қосынды. Қосындым. Енді апострофымызды жабамыз. Одан кейін біз үтір қою арқылы, арғарай сандар болғандықтан, оларға апостроф қажет жоқ. Енді программамызды тексеріп көрейік. Ол үшін ранды басасыздар. Яғни мына жерде тұрған таңба. А санын енгіз дейді бізге. А санын мен 5 деп енгізейін. А санын енгіз дейді. 5. Б санын енгіз. 6. Қосынды 11-ге тең. Яғни біздің сызықтық алгоритм бойынша шығарылған бірінші команда кезек-кезегіне бірінші санды енгіздік, екінші санды енгіздік және қосындыны орындадық. Әрекет тізбектеліп орындалып тұр. Тапсырма. Оқулықта 90-шы беттегі дәптерге орындайық тапсырмасы. Бұл тапсырмада сіздер тіл әліпбиі, синтаксис, транслятор, айнымалылар терминдеріне анықтама жазатын боласыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.